Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы. Шағатай тілі орталық Азияда кең тараған ежелгі түркі тілі. Шыңғысханның екінші ұлы Шағатай ұлысының атымен аталған. Шағатай тілінде жазылған тарихи тақырыптағы мұралардың ішіндегі ең танымалы Бабырнама және Шағатай әдебиетін гүлдендірген атақты ақын Әлишер Науаи болды. Бүгінгі бағдарламамызда Шағатай тілінде жазылған көне мұралар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Шағатай Шыңғысханның жары бөртеден туған екінші ұлы. Шыңғысхан балаларына өзі жаулап алған ұлан-ғайыр жерді бөліп бергенде, Шағатай еншісіне Жетісу мен Әмударияның оң жағалауындағы өлке тиеді. Кейінірек бұл жер Шағатай ұлысы деп атала бастады. Шағатай атымен байланысты түркітануда Шағатай тілі деген терминде қолданылады. Бүгінге дейін бұл терминнің қалай қалыптасатындығы, қандай тілдерді қамтитындығы, қай дәуірдің тіліне байланысты қолданылатындығы туралы ғалымдар пікірінде бірізділік жоқ. Махмұд Қашқардың еңбегін оқысақ, 11-ші ғасырдың өзі ол еңбек жазған. Сол кезінде көрсет. Мынау тайпалар мындай нелерді и деп айтады. Мынау тайпалар ж деп айтады. Бірақ арада 6-12 ғасырларда осы түрік халықтарының тілдік айырмашылығы аса көзге көрініп тұрмаған. Тілдің ерекшеліктері бұл кейін халық болып қалыптаса бастаған кезде ғана. Сол себептен Шағатай дегенде, Шағатай деген адамның өзі 10-ші ғасырда өмір сүретін болса, жалпы Шағатай тілінің қалыптасуы одан да ертерек, түркілік дәуірге. Айтқан 11-ші ғасырда Қашқар айтқан заманда бұл Шағатай тіл тобына кіретін ұйғыр, өзбектердің тіл топтарын сол кезде қалыптаса бастаған. Деректерде Шағатай тілі өте дамыған мәдени тіл болған делінеді. Оның сөздік қорында араб және парсы тілдерінен кірген сөздер көп болған. Сонымен қатар оған көшпенді түркілердің тілі де ықпал еткен. Сол себепті Шағатай тілі орталық Азияның халықаралық тілі ретінде қолданылған. Жалпы Шағатай тілінің тарихын 3 кезеңге бөлуге болады. Бастапқы Шағатай кезеңі 1400-1465 жылдар. Классикалық Шағатай кезеңі 1465-1600 жылдар. Кейінгі Шағатай кезеңі 1600-1921 жылдар аралығында. Бастапқы Шағатай кезеңінде тілдің морфологиясында көне жалғаулар көп ұшырасады. Классикалық кезеңі Әлишер Науаидің алғашқы диуанының жарыққа шығуымен басталады. Әрі Шағатай тілінің гүлденуі осы кезеңнің тұсында болады. Үшінші кезеңде Шағатай тілінің дамуы 2 жолға түсе бастайды. Біріншісі, Науаи шығармаларына арқау болған классикалық тілді сақтап қалуға тырысу болса, екінші жолы жаңа түркі тілдерінің ықпалын қабылдай отырып даму болды. Шағатай тілінің қолданылуы 14-15 ғасырлардан бастау алады. Ал термин ретінде қалыптасуы 19 ғасырда жасаған орыс ориенталист ғалымдарының еншісіне тиеді. Терең зерттелмеген тіл болғандықтан, бүгінгі дейін оның нақты дәрежесі анықталмаған. Кезінде Әлишер Науаи Мизану Ләвзан деген еңбегінде Шағатай тілі басқа түркі тілдерінен, соның ішінде өзбек тілінен де бөлек өзге тіл деп жазған. Шағатай тілі сол дәуірдегі барша халықтың тілдермен ортақ ұқсастықтары көп, әрі сол кезеңнің тіл байлығын көрсете алатын бай тіл. Сонымен қатар Шағатай тілінде көне түркі сөздері басым болғандықтан, оны көне түркі тілінің заңды жалғасы деген дұрыс. Әйтсе де араб парсы тілінің элементтері көп кездесетіндігін ескерген жөн. Алайда Шағатай тілі уақыт өте келе қолданыстан шығып қалғандықтан, бүгінде белгілі бір қатаң жүйелерге негізделініп қалыптасқан кітабы тіл ретінде ғана көрініс береді. Бұған басты себеп 16-17 ғасырларда Шағатай тілі халықтың сөйлеу тілінен бірте-бірте ажырап, сарай ақындарының, ақсүйектердің жазба тіліне айналды. 15 ғасырда Орта Азияда пайда болған қазақ, өзбек, түркімен, қарақалпақ сияқты халықтар өз тілдерін қалыптастыра бастады. Осылайша Шағатай тілі көне дәстүр мен араб парсы элементтері бар шығармалар тіліне айнала бастады. Науаи дәуірінде қалыптасқан Шағатай тілі осылайша қолданыстан шыққан еді. Қазіргі түркі тілдерінің ішіндегі Шағатай тіліне ең жақындары өзбек және ұйғыр тілдері.
Өзбектер өз тілдерін тікелей шағатай тілінен өрбіген, ал шағатай әдебиеті өзбек әдебиетінің бір бөлігі деп қарастырады. Бұған басты себептің бірі шағатай тілінің Өзбекстанда 1921 жылға дейін қолданғанын айтуға болады. Әңгімемізді студия қонағымен жалғастырайық. Қонағымыз Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев мырза. Аға, қош келдіңіз. Шағатай тіліне жалпы бүгінгі тақырыбымыз шағатай тілінде жазылған көне мұралар жайлы. Әуелі шағатай тілі туралы мағлұмат бере кетсеңіз. Енді шағатай тіл деп ғылымда қай тілді айтады? Бұл енді түрік тіліндегі, түрік тілдес тобына жататын тілдер. Шағатай деген сөздің өзі сол 13-ші ғасырдан бастап пайда болып, яғни қазіргі Орта Азия деп жүрміз ғой. Сырдария мен Амудара өзендерінің аралығындағы мекендеген түрік тілдес, тәжік тілдес халықтар. Міне осылардың барлығы Шағатай, Шыңғысханның 2-ші жылы Шағатайдың ұлысына берілген, осылардың бәрін алғашында шағатайлықтар деп атады. Яғни Шағатай ұлысының адамдары. Олардың тілі енді Шағатай тіл деп аталып кетті. Қазір ол тіл енді көне өзбек тіл деп атап жүр. Негізі 13-ші, 17-ші ғасырларға дейін бұл Шағатай тіл деп аталып келді. Бұнда негізінен түрік тілінің ықпалы басым. Әрине парсы тілінің, тәжік тілінің ықпалдары бар, араб тілдерінің ықпалдары бар. Негізі бұл түрік тілі. Егер кімде-кім қазақ тілін жақсы жетік меңгерсе, Шағатай тілін 90% емін-еркін сөйлей алады. Тіпті кеше 20-шы ғасырдың басында шыққан Мұстафа Шоқайдың Жас Түркістан журналында сол Шағатай тілінде шығып отыр. Яғни оны кез келген адам емін-еркін оқи алады. Былайшында біздің қазақ тіліне ең жақын тіл. Шағатай тілінің гүлденген кезі Әмір Темірдің дәуіріне тұспа-тұс келеді делінеді. Сол заманда Шағатай тілінде басқа да қандай еңбектер жазылды? Енді шынында дәл айтып отырсыз, 14-ші, 15-ші, 16-ші ғасырлар осы Шағатай тілінде Шағатай тілінің ең бір гүлденген кезі. Осы кезде Әлішер Науаидың өлеңдері осы тілде жазылды. Осы тілде көптеген дін туындылар, әсіресе мына жазба мәдениеттің туындылары көп дүние келген. Атап айтар болсақ, осы кезде жазылғандардан Захираддин Мұхаммед Бабырдың Бабырнамасы, Әбілғазының Түрік шежіресі, Өтеміс қажының Шыңғыснамасы, және тағы басқа Тауарихи Гузарей Нұсратнама, Фатықнама дейтін еңбектер бар. Бұлардың бәрі сол Шағатай тілінде жазылған тарихи, әдеби туындылар. Он 13-14 ғасырларда Орта Азия жерінде көне түркі жазба тілі мен араб парсы тілдерінің ықпалы өте күштеді. Осы кезеңде ислам дінімен бірге араб тілі, араб әдебиетінің де Орта Азияны мекен еткен халықтарға ықпалы болды. Соның салдарынан 14-15 ғасырларда ата тегі түркі халықтарынан, бірақ арабша, парсша өлең жазатын ақындар шоғыры пайда болды. Кейінірек Әмір Темірдің тұсында Шағатай тілінің гүлдену дәуірі басталды. Шағатай тіліндегі шығармалар қатары көбейеді. Бұл тілде жазылған алғашқы прозалық шығарма Моғол империясының негізін қалаушы Бабырдың атақты Бабырнамасы еді. Ал Шағатай ақындарының ішіндегі ең атақтысы Әлішер Науаи болып саналады. Сол себепті Шағатай тілі Науаи тіл деп те аталады. Науаи заманында ақындардың көпшілігі екі тілде түрік, парсы немесе араб тілдерінде жазатын еді. Бұл туралы Науаи өзінің Мажлисун Нофис деген еңбегінде ескертеді. Ақынның өзі де екі тілде жазатындардың көшбасшысы болады. Парсыша өлеңдерін Фани атымен, өзбекшелерін Науаи атымен таратады. Бұл шығармалары замандас жазушы, суретшілер арасында жақсы бағаланады. Сондықтан олар Әлішерге Зулесания, яғни екі тіл иесі деген ат береді. Жалпы Әлішер Науаидің шығармашылығы парсы тілінде өлеңдері, шығармалар парсы тілде жазған. Бірақ оның бір өзбектер неге ұлықтайтыны, ол түркі тілінің де, түрік тілі Шағатай тілінің де бай екендігін,
бұл өлең Шағатай тілінде де поэзия өлең шығаруға болатын осы кісі алғаш рет бүгін айтты өзбектер өзіміздің ұлттық жазба мәдениетінің ерекшелігін негізін салушы деп. Ол осы өзбек тілінде, өзбектің әдеби тілінде алғаш поэзия жазған. 15 жасынан жыр жазған Науаи кейінірек хан сарайында қызмет етеді. Сарайындағы қызметінен қол үзген соң, шығармашылық жұмыспен айналысып, түркі Шағатай тілінде Хамса жырлар тобына енетін жақсылардың таңдануы, Фархат пен Шырын, Ләйлі мен Мәжнүн, Жеті әлем, Ескендір дуал атты шығармаларын жазды. Әлішер Науаидің өмір сүрген кезеңі мынау Орта Азия аумағында тарихтың, поэзияның гүлденіп тұрған кезеңде болған. Сол Әлішер Науаи атақты Хондемир, анау атақты парсы тарихшы Васифи Мадаи әл-Вакаи деген шығарманың авторы, Самарқанди сияқты атақты тарихшы ақындармен бірге болып, достасып, бірге шығармашылықтарын бірге атқарған. Науаидің шығармашылықтың биігіне жеткен тұсы 1488-1501 жылдары болып саналады. Бұл кезеңде ол тарихи өмірбаяндық Әджам патшаларының тарихы, Саид Хасан Ардашердің өмірі, Пахлаван Мұхаммедтің өмірі, дидактикалық философиялық құстар тілі, көңілдердің сүйгені, әдеби теориялық, өлең өлшемі, лингвистикалық, екі тілдің таласы сынды туындыларын жазды. Сондай-ақ парсы тілінде 12 000 жол өлеңін Диван Фани деген атпен дербес жинақ етіп құрастырды. Ұстазы Әбдірахман Жамиге арнап 5 қайрат кітабын шығарды. Сондай-ақ шоқтығы биік туындыларының бірі 15 ғасырда өмір сүрген 400 шайырдың шығармашылығынан мәлімет беретін ғажайып мәжілістер кітабын жазды. Атақты қазақ ақыны Абайдың өзі бастапқы кезеңде медреседе оқып, шығыс, Шәмси, Фердауси деп атақты айтатын нелер осы шығыстың атақты осы ақындарын, философтарын өзіне бір пір тұтып, өзіне бір ұмтылатын тұлғалар ретінде алып қарастырған. Оның Абайдың осы Әлішер Науаидің шығармашылығымен таныс болған. Оның өзінің өлеңдерінде, оның атының аталуы, оның шығармаларының бір бөліктерінің бір өлең тұтастай поэма түрінде болмаса да, жеке өлеңдер түрінде аударылуы осы Абайдың, Әлішер Науаидің шығармашылығымен таныс болғандығын, оған ынтық болғандығын, оны қазаққа танысқандығын көруге болады. Ақын 1501 жылдың 3 қаңтарында туған қаласы Гератта қайтыс болған. Әлішер Науаи шығармалары 15 ғасырдың өзінде Мауреннахр мен Хорасанда ғана емес, Иран, Әзірбайжан, Шығыс Түркістан, Үндістан, Мысыр, Түркі елдеріне, кейіннен Еуропа мен Америка кітапханаларына таратады. Ақын шығармашылығы 19 ғасырдың орта шенінен шығыстанушы ғалымдардың назарын аудара бастады. Оның ақындық дарынына ұлы Абай да тәнті болып, оның шығармашылық дәстүрін жалғастырған. Әлішер Науаи шығармашылығын зерттеуге қазақ ғалымдары Мұхтар Әуезов, Есмағамбет Ысмайылов, Рахман Құлбердібаев елеулі үлес қосты. Ақын Несіпбек Айтып Әлішер Науаидің ғазалдарын қазақ тіліне тәржімалап, жеке кітап етіп шығарды. Шағатай тілі қолданыста кезде жалпы әдеби тіл дәрежесіне көтерілген екен. Ал не себептен қазір жойылып кетті? Осыны айта аласыз ба? Әрине, бұл тілде қазір толық жойылып кетті деуге болмайды. Бұл айналып келгенде қазір бұл тілменен Орта Азиядағы халықтар пайдаланады, түсіне алады. Айталық, қазір тіпті Шағатай тілін көне өзбек тілі деп атап жүр. Енді тіл өзін дамып отырады ғой. Мысалы, біздің қазақ тілді, мысалы 20 ғасырдың басындағы Абайдың шығармасын түпнұсқадан оқи аламыз ба біз? Біріншіден, онда араб әліпбиімен жазылған, және онда жарысына жуығы арабизм, иранизмдер. Яғни көптеген сөздер бар, бізге қиындау тиетін. Сол сияқты Шағатай тілі де сондай. Шағатай тілінде әрине Иранменен жақын болғандықтан ол жақтың ықпалы өте басым, өте көп болған. Ал неге жойылып кетті? Жойылған жоқ. Тек қана олар өзбек тілді кезінде
біздің қазақ тілі сияқты кириллицаға ауысты. Кириллицаға ауысты. Содан кейін олардың несінде де орыс тілінің жағы дыбысталуы осында көп басым болып кетті. Сөйтіп оны қазіргі өзбек тілі деп жүр. Өзбек, түркімен, тәжік тілдер деп жүр. Ал айналып келгенде бұл осы жағы қолданыста бар дейсіз. Қолданысты қазір айтпайды, бірақ енді қазіргі өзбек тілі осы шағатай тіліне жақындау. Өзбек тілі жақындау. Ал біздің төл тарихымызға қатысты шағатай тілінде жазылған көне мұралардан тағы қандай еңбектерді атауға болады? Әрине, мұның ішінде мен ең алдымен мынандай еңбектерді айтқан болар едім. Әрине, 16 ғасырдың басындағы Тауарихи Гузидай Нусратнама дейтін авторы белгісіз дейді, бірақ Мұхаммед Шайбани ханның өзіне телейді. Одан кейін Шәді молданың Фатықнама дейтін еңбегі бар. Одан басқа Әбілғазының 17 ғасырдың 60 жылдар жазылған Әбілғазының түрікше жүресі дейтін еңбек, керемет еңбек. Өтеміс қажының Шыңғыснама дейтін еңбегі. Бұл да 17 ғасырда жазылған еңбектер. Бұларда біздің қазақтың тарихына қатысты, әсіресе Әбілғазыда қазақтың тарихына қатысты құнды мәліметтер бар. Бұлар бір жағынан әрине тарихи шығарма, ал екінші жағынан әдеби шығарма, әдеби туындылар. Енді мысалы Әбілғазы менен Өтеміс қажының еңбектерінен салыстыратын болсақ, Өтеміс қажы да 17 ғасырдың сол ортасында жазылған. Ол ерекшелігі бұл еңбекте ел аузындағы таралып жүрген Шыңғыс ханға, оның ұрпақтарына байланысты ел аузында таралып жүрген аңыз әңгімелерді қағазға түсірген. Ал Әбілғазы болса, сол 13 ғасырда 13-14 ғасырларда жазылған жазба деректерге сүйеніп отырып, соларды ықшамдап, соларды қысқартып отырып жазған. Мысалы, кімде Әбілғазының алғашқы тараулары, тіпті басым бөлігі Мұхаммед Рашид ад-Диннің жылнамалар жинағының қысқартылған түрі. Шағатай тіліндегі шоқтығы биік туындының бірі әйгілі Бабырнама 1526-1530 жылдары жазылған. Орта Азия халықтарына ортақ құнды мұраның авторы Моғол империясының негізін қалаған Захир ад-Дин Мұхаммед Бабыр. 1502 жылы бүгін Қазақстан аумағының көшпелі өзбектер тайпалары қазақ хандығы құрылғаннан кейін осы аймаққа көшіп келеді. Алғаш 1468 жылдар көшіп келген болатын. Ал осы 1502-де әйгілі Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани осы Мауреннахр жерінде күрес жүргізіп, 1502-4 арасында Темір әулеті биліктен ығыстырып, осы жерде жаңа Шайбани әулеті негізін салғады. Бабырдың билік өткен кезі осыған сәйкес келеді. Бұл кезеңде Әмір Темір ұрпақтары біреу Гератта, біреу Ферғанада, біреу Самарқандта, Бұхара бөліп өмір сүрген болатын. Шығарма Темір әулетінің билік құрған ұрпақтарына тарихи мінездеме бере отырып, 15-16 ғасырлардағы Ферғана, Хиндустан аймағы халықтарының тарихы туралы баяндайды. Бабырнама тарихы құнды деректерге толы. Мысалы, Темір әулеті мен Мұхаммед Шайбани арасындағы Моғолстандағы тақ таласы, билік және жер үшін жүргізілген соғыстар жайлы егжей-тегжейлі деректер бұл шығармадан басқа еш жерде кездеспейді. Бұл Мауреннахр шығармасының бірінші бөлігі, оның осы Мауреннахрдағы, осы Темір әулетінде болған оқиғалар жатты. Екінші бөлігінде ол осы Үндістан жайлы зат. Онда тек қана Үндістанда саяси оқиға емес, бүкіл Үндістанның дініне қатысты, Үндістанның табиғат климатына байланысты 100 мың көлге шейін бар ірі өзендері, Инді, Ганга өзендері туралы атақты шығарма жазған. Үнді халқының Бабырды өзінің көрнекті мемлекет қайраткері ретінде, мәдениет қайраткері ретінде әлі күнге шейін құрметтеп, оның мұрасын құрметтейтіндігі осымен байланысты. Шығарманың маңызды бөлігі Орта Азия жеріндегі қалалардың салынуы, архитектурасы мен олардан қалай қирағаны туралы деректерге арналады. Қалалардың келбетін сипаттай отырып, ондағы бау-бақшалар, түрлі жабайы жемістер, Орта Азия мен Үндістан тауында жан-жануарлардың түрлері туралы мол мағлұмат алуға болады. Ол өзі билік еткен кезең 15 ғасырдың соңғы ширегінен 1520 жылдарға шейін бүгін Қазақстан, бүгін Өзбекстан аймағында болып жатқан тарихи оқиғалар жайлы жазып қалдырған
сонысымен де оның еңбегі тарихшылар үшін аса құнды жағы осыда. Ал оның екінші бөлімінде айттық, Үндістан жайлық еңбегі ол әлем үшін құнды. Өйткені Үндістанның сол кездегі бүкіл табиғатын суреттеп, мынау мәдениетін жайлы суреттеп шығармаған ол теңдессіз еңбек болып табылатын себебі соған байланысты. Шағатай тілінде жазылған шығарманы Бабыр дүние салысымен Абдул Рахым атты аудармашы парсы тіліне, одан ағылшын тіліне тәржімалаған. Кейін Николай Ильминский қолжазбадан орыс тіліне аударып, 1857 жылы Қазан қаласында, ал Альберт Беверидж 1905 жылы Лондонда бастырып шығарды. Бабырнама ағылшын, француз, орыс, өзбек, қазақ тілдерінде жарық көрді. Бабырнама бірнеше тілге аударылғаннан кейін күллі әлемнің ортақ рухани қазынасына айналды. Дүние жүзі ғалымдары назар аударып, құрметке ие болды. Мысалы, 1980 жылы француз тіліндегі жаңа аудармасына және оның басылуына ындалы КСРО, Ауғанстан, Үндістан ғалымдарының қатысуымен ЮНЕСКО тарапынан арнайы комиссия құрылды. Бабырнаманың 460 жылдығы халықаралық деңгейде тойланып, 1990 жылы Ташкентте Бабырнама және Шығыс Ренессансы деген тақырыпта ғылыми теориялық конференция өтті. Өз заманы туралы деректерге толы шағатай тілінде жазылған туынды бүгінде әлемдік тарих пен мәдениеттің ең құнды бөлшегіне айналып отыр. 17 ғасырда жазылған Әбілғазының түрк шежіресі кітабы осы шағатай тілінде жазылған екен. Осы тұрғысында әңгіме қозғасаңыз. Енді Әбілғазы бір жағынан хан әулетінің өкілі, арғы ата бабалары және жошының 5 жылы Шибан дейтін ұлдан тараған арғы ата бабалары Жәдігер хан, оның баласы Буреке сұлтан, Керемет Жәнібектің замандастары. Сырдария өзенінің төменгі ағысы бойында Арал маңында өмір сүрген 1514 жылы олар Хиуада, Хорезмде билікке келеді. Содан бастап, кешегі Ресей жаулап алған 1880 жылдар бар ғой, соған дейін Хиуа хандығында билік құрған. Хан әулетінің өкілдері. Әбілғазының өзі сол 17 ғасыр алғашқы жылдары 1601-2 жылдар дүниеге келген. 17 жасынан енді сол кезде хандардың бірнеше әйелі болады, бірнеше әйелден бірнеше ұлдар болады ғой. Сол бірнеше ұлдар билікке таласады. Бұл да 17-18 жасында билікке таласып, 20 жылдан кейін таққа отырған. Сол 1640 жылдардың басында таққа келеді. Және 20 жыл ел басқарады. 60 жастан асқан кезде бірінші рет болып өзінің ұлына тақты тапсырып, ары қарай тарихпен айналысады. Өзінің кітабында айтады, 3 қасиеті бар екен, 3 нәрсеге. Әскери соғысқа, сосын тарихқа, сосын жазуға. Енді ол ары қарай қандар шежіресін жаздырмаққа, тарихын жаздырмаққа адам іздестіреді. Сол кезде тарихтың өзін біліп отыр ғой. Біздің істегеніміз, біздің ата-бабаларымыздың істеген іс-әрекеттері өшіп кетпесін деп адам іздестіреді, бірақ лайықты адам таппайды. Болмаған соң тарихты өзі жазуға кіріседі. Өзі жазып, бірақ соңғы тарауларына келгенде қайтыс болып кеткен, оны ұлы аяқтаған. Сөйтіп оның тарихын түрк шежіресі деп атайды. Сонау жер бетінде Құдайдың жерді жаратқаннан адам ата Хауанадан бастап өзінің сол кездегі тірлігіне дейінгі тарихта баяндап береді. Әрине оның сүйенген еңбектері Рашида Оғызнама, Рашида Диннің жылнамалар жинағы, және тағы басқа көп жазылған дүниелер. Ал қалған бөлігі өзінің тікелей қатысуымен болып жатқан оқиғалары. Әңгімемізді осы жерден тәмамдасақ, студияға келіп тұшымды ой білдіргеніңізге көп рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын аға. Рахмет. Сау болыңыз.